Қайырлы кеш, эфирде Астарлы ақиқат. Мен Дина Төлепберген. Біз бағдарламада тек қана боямасыз болмысты баяндаймыз. Бастайық. Маған осы соңғы жағдай өте ауыр болып кетті. Тұңғыш балаңыз болды? Иә, тұңғыш. Қызылорда облысы Қазалы ауданының тұрғыны Айжан Құлшар шетінеп кеткен 5 айлық нәрестесінің мүрдесін таппай әлек. Аянаның дүниеге келуін ата-анасы асыға күткен, тіпті кішкентайдың киім-кешегі мен төсегіне дейін дайындап қойған. Алайда мерзімнен бұрын туған нәрестеге дәрігерлер ерекше күтім қажеттігін айтады. Бастапқыда қасында болған анасы артынша мамандардың кеңесімен шақалағын облыстық балалар ауруханасының жансақтау бөліміне қалдырып, Қазалыға қайтқан. Үші күні сағат таңғы намаз уақытында, таң намазында 5-тен 45 кеткен кезде маған звондаған болатын. Бала нашарлап тұр деп, содан бері ұйқы жоқ, қобалжып, өзім не болады, не қояды деп ойланып ұйықтаған жоқпыз сол күні. Мен сағат 10-нан 15 кеткенде ровно заведующий өзі звондап, балаңыздың жүрегі тоқтады деп маған солай деп айтты. Ақ халаттыларға өз қолымен тапсырған баламның енді табытын да таппай қалдым дейді Айжан. Ақ ұрған ананың айтуынша мәйітханадағылар денені бөтен біреуге бере салған. Моргке кірдім, баланың фамилиясы мен ат жөнін қарап, Талсуатта ол баланы атасы мен әжесі алып кетті деп маған солай деді. Мен төбемнен жай түскендей болды. Біздің ата-енем осы Қазалыдамыз біз. Мәйіт қайда? 5 айлық нәрестенің өлі денесі кімге қажет болды? Мәйітхана қызметкерлерінің жауабы қандай болмақ? Бүгін Астарлы ақиқатта арнайы зерттеу. Өте ауыр тақырып, әсіресе біздің редакциямызға хабарласқан ана үшін өзінің баласын жоғалтып қана қоймай, тіпті оның мүрдесіне зар болғанын баяндауда. Ендеше түсіністікпен студиямызға Айжан Артықбайқызын шақырсақ. Айжан ханым, сәлеметсіз бе? Арты қайырлы болсын. Біздің студияға келдегі басты мақсатыңыз ақиқатқа жету. Әлде жазалау жазықтыларда? Жазалау. Оқиғаның тарихын бізге баяндап берсеңіз, видеода біз кішкентай сәбиді көрдік. Демек, ол жарық дүниеге неше айлық болып келбеді? Жарық дүниеге 27 аптасында келген болатын. Мерзімнен бұрын ғой, е? Иә, өзім денсаулығыма байланысты босандырып алды ол кісілер бізде Қазалы ауруханасында. Сонымен 6,5 айында босанып қойдым. Өзім реанимацияда жаттым Қазалыда. Бөпемді шұғыл түрде ұшақтың көмегімен Қызылорда облысына әкеліп, ана мен балаға жатқызды бірінші. Қанша уақыт? Бұл өмір сүрді, өмір үшін күресті? 4 ай 20 күн. 4 ай 20 күн реанимацияда? Иә, реанимациядан шыққан жоқ. Өздігінен дәреті шықпайды. НЭК деген диагноз қойған болатын. Қыркүйектің 3 күні маған таң намазында звондаған болатын. Заведующий, Тасбөгеттегі детский больницаның заведующиймен хабарласып тұратынмын. Сол кісі естіртті, таңғы 5-терде бала нашарлап жатыр деді. Яғни баланың қасында, жанында жату сізге міндеттелмеген? Жоқ, мені қайтарды үйге. Болмайды, сіз реанимацияға кіре алмайсыз, баланы көре алмайсыз, үйіңізге қайта беріңіз деді маған. Осы бір қаралы ақпаратты естігеннен кейін сіз өзіңіздің туысыңызға хабар бердіңіз ғой, өйткені сіз Қазалыдасыз, ал аурухана Қызылорда қаласында дереу барып, жағдайды білсін деп. Ендеше экранға назар аударсақ. Біздің облыстық балалар ауруханасына 14 сәуір 23 жылы туылған науқас бала 22 июнь маусым 23 жылы келіп түсті. Баланың жағдайының ауырлығына байланысты біз баланы неонатальды хирургия және интенсивті терапия бөлімшесіне жатқыздық, яғни реанимация бөлімшесіне. Баланың жағдайының байланысты. Сол жерде бала ем алды бізде. 3 қыркүйек 23 жылы сағат 10-нан 10 минут кеткен кезде баланың жағдайының ауырлығына байланысты, диагноздарының ауырлығына байланысты бала шетінеді реанимация бөлімшесінде. Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 14 желтоқсанында шыққан 259 бұйрыққа байланысты
1 жасқа толмаған балалар шетінеген уақытта біз патологоанатомиялық рәсімдеуге, зерделеуге жібереміз. Осы бұйрық бойынша біз науқас баланы, шетінеген баланы патологоанатомиялық бюроға жолдадық. Облыстық балалар ауруханасының қызметкерінің сөзіне мына белгіде дәлел. 2023 жылдың 14 сәуір күні дүниеге келген Аяна Жандосқызы осы жылдың қыркүйек айының 3 күні сағат 10:00-де дем үзілген. Яғни облыстық ауруханадағылар біз баланы патология анатомиялық бюроға жібердік. Яғни біздің тілмен айтқанда мәйітханаға, сол жақтан баланы алыңыздар деп сіздерге айтады. Сіз барасыз? Иә, жеңшем екеуміз барамыз. Не болады? Қызымның аты жөнін айтсам, ол кісілер Талсуатта атасы мен әжесі алып кетті деп маған солай қарап тұр. Ал мәйітханаға қашан жеттіңіз? Нақты уақытын? Мәйітханаға 3-тен 20 кеткен кезде жеттім. Бұны сұрауымның себебі, қазір ғана ақпаратқа сенетін болсақ, сағат 10:00-де, яғни облыстық ауруханадағылар мүрдені мәйітханаға тапсырады. Сіз сағат 3-те жетесіз, яғни арада шамамен 5 сағат. 5 сағаттың ішінде мүрде бала жоқ болып жатыр. Басқа біреулер келіп алып кеткен дейді сіздерге, сондай. Солай ақпарат берді маған. Мен есімді жия алмай қарап тұрдым. Мен білмеймін, баланы атасы мен әжесі алып кетті, ағасыма біреулер келіп алып кетті. Өздеріңіз тауып алыңыздар, мен ары қарай жауап бермеймін дейді. Мәйіт ұрлануы мүмкін бе? Бірінші рет тұрып, күнде болып тұрған жағдай емес қой енді. Әкесінің, шешесінің аты жөндері бар ғой, Бар шығар мұнда несінде? Неліктен сіз мәйітті қабылдап және беретін адамсыз ғой. Енді ол әкесімін деп келіп тұр ғой. Мен әкесімін деп. Кәдімгі тапқан күнде де оны жерлеп тастаған, эксгумация жасайды. КТК телеарнасының эфирінде астарлы ақиқат. Шақалағымның мәйітін іздеймін. Осылай деп Қызылорда облысынан Айжан келіп отыр. Айтуынша 5 айында бақи болған баласының мүрдесін іздеп меңзең болған. Анықтасақ, ауруханада ауыр халде көз жұмған періштенің денесі мәйітханада жоғалған. Өн бойымнан шыққан шақалақтың өзі де, өлі денесі де жоқ болды дейді ана. Армандаған қызының көрін көруге зар болдым деген келіншектің ақиқатын ақтаруды жалғастырамыз. Ауруханада көз жұмған нәрестенің мүрдесін дәрігерлер облыстық патологоанатомиялық бюроға тапсырдық деген соң, аталған мекемеге ат басын бұрдық. Жағдайдан жіті хабардар болса да, мұндағылар жауаптан жалтарды. Жоқ, ештеңе жауап бере алмаймын. Директор ертең келеді. Жоқ, директор Мен өз міндетіммен мәйітхананы қабылдаймын, мәйітті береді. мәйітті қабылдап, мәйітті бересіз. Мәйітті берген кезде сіздер тексересіздер ма? Құжаттарына алып кететін адамды қалай бересіздер? Қалай сол жұмыстарыңызды айтып беріңіздерші? Мына кісілерге бірден десеңізші. Мен ештеңе жауап бермеймін шығар. Аға сәлеметсіз бе? Бұл кісі кім? Өзіне жақындап айтсаңызшы. Жоқ, бұл кісі кім? Саламатсыз ба? Жұмыс күні болса да, басшылық пен бас дәрігерді мекемеден таба алмадық. Кешке дейін күткенімізбен, ақыры ертең келіңдер деген заңгері есіктен шығарып тастады. Әзірге ешқандай да нақты жауап берілмей жатыр десек те, астарлы ақиқат өзінің үмітін үзбейді. Яғни біз өзіміздің зерттеуімізді жалғастырамыз. Адам шетінегеннен кейін туыстарына берілгенге дейінгі аралықта мәйітханада не жағдай болады? Қалайша шатасып кетуі мүмкін бе, әлде мүрде жоғалып кетуі мүмкін бе? Осы сұрақтардың жауабын білу үшін мен студиямызға білікті патологоанатом Тахир Ғалимназаров мырзаны шақырғым келіп тұр. Тахир мырза, сәлеметсіз бе? Хош көрдік. Біздің түсінбей жатқанымыз, ана өзінің баласын мүрдені алып кетуге келген кезде бала жоқ болып шыққан. Мәйіт моргқа түскеннен кейін ол тіркеледі. Тіркеу журналдары болады. Сөздері тіркеліп, мәйіттің қолына беркі тағылады.
сол биркада мәліметтердің бәрі болады. Кімнің баласы, кім, ол жерде жаңағы кішкентайлар түскенде анасының данныйлары жазылады да, осы кісінің баласы деп тіркеледі. Зерттеп болғаннан кейін қызметкерлері, санитарлар мәйітті жуып тазалап, орап, туысқандарын берген кезде бетін ашып көрсетеді. Оны бұл жерде енді айтып кетейін, мен таңғалатындай бір ешқашан болмаған жағдай емес, ондай өкінішке орай, ондай жағдайлар бірнеше рет болған менің практикамда. Адами фактор дейсіз бе? Обязательно, өйткені оны адамдар істеп жатыр ғой. Адамдардың істеп жатқан жерде, енді кешіріңіздер, адам баласы кейде қателеседі. Ол адам қателеспейтін сала жоқ. Сіздің айтуыңыз бойынша әлгі бирка ауысып кетуі мүмкін? Жоқ. Бирка енді онда ауысу мүмкін емес, біріншіден. Соны байқамай қалған ғой, назар аудармай қалады. Өйткені мәйіт түскен кезде құжаттармен түседі, медкартамен түседі. Айтыңызшы, соған бір адам жауапты ма, әлде бірнеше ме? Сіз санитарка деп айтып қалдыңыз. Енді көрдіңіз бе? Енді санитарка біздің білуімізше ол тазалыққа жауапты емес пе? Әлде мәйітке де жауапты? Ол жерде енді санитар деп айтады, бірақ олар көмекшілерде, өйткені мәйіттерді қабылдап, тіркеу, ол енді сол санитарлардікі болмаса, бізде енді средний персонал дейді, солардың қызметі болады да. Мәйітті зерттеп болған кенде санитарлар мәйітті туысқандарына жерлеу үшін береді. Бірақ сол беретін кезде өзінің ережелері бар. Мәйітті алдында көреді алатын адам. Сосын бір айырын атайын, шеттен келген, көрінген адамды мәйітін бермейді, туысқандығының дәлелдеген екен. Сосын мәйітін беріп жатқан кезде, сол журнал, тіркеу журналға алған адамдың да құжаттарымен бәрі данныйлар жазылып, телефондар жазылады. Ал мәйіт ұрлануы мүмкін бе? Жоқ, енді мәйіт... Не үшін керек? Мен білмеймін енді. Мәйітті ешкім ұрламайды, мен сізге айтайын. Шатастырып алу мүмкін. Сонымен кейіпкеріміздің оқиғасына оралатын болсақ, экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Үші күні түстен кейін маған подругамның келіні звонить етті, қайнысының әйелі. Мен өзім құрбым Қазалыда тұрады, немересі шетінеп, соны маған хабар беріп атқан өздері. Мен сөйлесіп болғаннан кейін жарты сағатқа жетпей осы жаққа жіберген келіндері хабарласты да. Моргке кеп тұрмыз, мәйітханаға, бала жоғалып кетті, бала жоқ, біреуге беріп жіберіпті. Мыналар дұрыс жауап бермейді, өздерің алып кеткен адамнан тауып алыңдар, негізі атасы мен әжесі алып кетті деді. Депті деп маған звонить етті. Мен мына жаққа келдім, сөйтсем, кірсем, жаңағы мен оны санитарка деп ойламаппын. Сөйтсем, сұрасам, мен білмеймін, баланы атасы мен әжесі алып кетті, ағасыма біреулер келіп алып кетті. Өздеріңіз тауып алыңыздар, мен ары қарай жауап бермеймін дейді. Анау қанша шақырса да келмеді басшылары. Дежурный врач қаяқта әйтеу біреу болу керек, мына ОМТС-да біреу болу керек. Өтте адамның қайғысымен ойыншық қылып ойнады да бұлар. Улығанда, шулған болғанда мен таң қалғаным, басшылардың келмегеніне біз күйіндік қой, жауап беретін, ана ел жауап бере алмайды. Сонда мәйітті алып кетуге кімнің болса құқы бар ма? Ата әже, егер заңмен сөйлейтін болсақ, ол туыс емес. Неге ондай болса, мүрдені ата әжесіне беріп жатыр екен, айтыңыздаршы? Бұл салғырттық, немқұрайдылық. Ол алған адамның да жеке тұлғасын анықтайтын құжат міндетті түрде тіркелу керек ол жерге. Ал екінші, соншалықты сол мәйітханада кілең, енді Алла сақтасын, шетінеген жас сәбилер көп емес шығар. Ол бір сон шатасып, ананың биркасын анаған қадап, ананы білмей, анаған беріп жіберетіндей. Сонымен адам өмірден өткеннен кейін оның жерге тапсырылғанға дейінгі аралықта не жасалады, не басынан өткереді? Шын айтқан кезде мұндай сұрақты өз-өзіме қоямын деп ешқашан ойламаған екенмін, бірақ тақырыпқа орай Айжан ханымға жауап беру мақсатында біз әлгі бюроға, мәйітханаға тағы да бас сұқтық, өйткені қояр сұрақтарымыз бар. Ендеше экранға назар аударсақ. Облыстық патологоанатомиялық бюроға түсірілім тобымен келесі күні қайта келдік. Бұл жолы басшылықтан бастап барлық қызметкерлер бізбен кездесуге сақадай сай дайындалыпты. Өте келеңсіздік жағдай біздің ұжымға. Неге санитарка баланы алып шықты? Солардың қызметкерлері, солардың міндеттері. Санитарканың міндетін айтып беріңізші аға? Міндеті сол қабылдау, іште дәрігерге, зерттеу кезінде дәрігерге көмектесу, зерттеу біткеннен кейін туысқандар келген кезде туысқандарына беру.
Санитарка тек қана тазалыққа жауап бермейді ма? жоқ өздерінің міндеті бар. Если мен ол секрет емес, сізге полностью несін берейін сізге, міндеттерін. Қызметтік міндеттерін берейін сізге. Ол кісі қазір қайда? Қазір мәйітханадан ауыстырдық, лабораторияға ауыстырып жібердік. Енді арман қарай енді кімнің кінәсі екенін солар шешеді ғой. Тергеу органдары, сот органдары шешеді. Ал сіздің ойыңызша бұл жерде кінәлі кім? Ана кісінің белгілі адам, документімен келген, фамилиясын, имуществосын айтқан кезде менің адамым деп, мен әкесімін деп алып кеткен. Енді ол кісінің де енді қатты кінәлауға болмайды, бірақ енді дұрыстап тәптіштеп сұрау керек еді. Енді мына журнал бойынша ол кісі өзі осы жерге қол қойып тұр ғой, алып кеткен адам ше. Қызметкеріңіз қателік жіберді деп ойлайсыз ба сіз? Енді ол кісі әкесімен деп келіп отқаннан кейін ол да күмән толтырмаған ғой енді. Аға, бұл жерде екі мәселе бар да. Қайтыс болған екі бала, біреу қыз, біреу ұл, иә. Екіншіден құжат жағы. Сол айтып тұрмын ғой, толық сұрамаған ғой. Келген мүрдені қабылдап алу мен оның берілуіне тазалықшы жауапты деген директор артынша журналға түскен сол күнгі жазбаны көрсетті. Мәйітханаға қабылданған күні 03.09.2023, уақыты 12:10. Мәйіттің есімі бала Панабек Аяны. Туған жылы 14.04.2023. Жынысы қыз. Қабылдап алған Тұяқова. Мәйітті алып кеткен уақыты 03.09.2023, сағат 14:50. Мәйітті алған әкесі куәгер, ағасы Жалғас Арман. Қалай құжатты қарамаған ба сонда? Бұл кісінің алдында жаңағы врач қой, главврач қой жаңағы. Директор. Видеокамералар тұр. Сонда қарадыңыздар ма? Іздеді ма? Істемейді. Істемейді. Жұмыс жасамай тұр. Айжан ханым, туралы сұрағым келіп жатыр. Сізге таныс есім бе? Жоқ. Білмеймін енді. Сол журналда Ешқандай, иә? көрсетті ғой. Ешқандай жоқ. Екінші баланың мәйіті келіп түспеген ба? Жоқ, әлде ол қалай жоқ болып кетеді? Неге түспеді? Жоғалып кетті. Кім айтты жоғалып кетті? Мекеменің ішінде жатыр емес пе? Жоқ қой, екінші мәйіт жоқ деп отыр ғой міне. Екінші мәйіт те жоқ па? Кешірім мен больницада мен туға салып мен ертесіне моргке барған жоқ шығар. Я мына жерде былай баланы ашып, орайтын дайындап қойған, баланы салып, сонымен көрсеттім. Мен өзім қаздым қолыммен. Қазында ішіне түсіп, жаңағы кішкентай бөпені алып бердім. Өзіміздің баламыз көміп тастады. Сізге баланың аты жөнін сұрадым ғой сізден? Еш нәрсе сұрау жоқ, өзі толтырып қойды. Сіз келдіңіз, қол қойдыңыз да баланы алдыңызға келдіңіз. Баламның бейіті қайда? Дәл осылай деп студиямызға Айжан Артықбайқызы келіп отыр. Айтуынша, ауруханада өмірден өткен өз баласының мүрдесін таппай әлем. Қазалда қазаны естіген ана қалаға барам дегенше құлыншағының құр денесінің жоқтығын естіген. 5 айлық баламның бет жүзін көрмедім деген келіншек бұл іске мәйітхана қызметкерлерін кінәлап отыр. Бұл жөнінде білікті патологоанатом маманы не айтпақ. Эфирде астарлы ақиқат және біз жалғастырамыз. Иә, санитарканың қателіктері бар, бірақ енді мен сіздерге шындықты айтайын, санитаркалар олар бір лауазымды тұлға емес. Жауапкершілік қайда? Өкінішке орай, тыңдаңыз. Лауазымды болмаған үшін жауапкершіліктен босатылған да? Болмағаны екен. Енді, бірақ ол қызметті біреу атқару керек. Оны врачтар атқармайды. Оны директор атқармайды. Өкінішке орай. Енді түсінетін жағдай ғой бұл. Лауазымды бол. Мына жерде осында бір қателестер. Санитар, дәрігер енді дәрігер деп айтуға болатын шығар, иә? Жазықты болуы мүмкін бе? Яғни қандай жаза арқалауы мүмкін өзінің шатасқаны үшін? Арқалайды. Бұл жерде тек арқаламаймын әлде? Жоқ, бұл жерде лауазымы болмағасын арқаламайды жоқ па сіздің ойыңызша? Жоқ. Мына жерде иә, чисто ана административный дейді ғой, сондай жұмыстан шығарса да, но бірақ басқа бір ана қылмыстық жауапкершілік деген болмайды бұл жерде. Бір жағынан енді солындағы санитарды түсінуге талпынайық, өйткені мүрделерді қабылдау, жуындыру, оны білмеймін, тағысын тағы табыстау, ол да бір екінің бірі атқара алмайтынысы шығар. Екінің бірі, иә, оны дұрыс айтып тұрсыз. Оған біріншіден жүйкен жүйесі де бір... Ол жұмысқа көрінген бармайды біріншіден. Ал төленетін ақшасы ше оның да? 100 000 теңге, 150 000 теңге көп болса, ол жер бір таза жер емес істейтін. Мәйітхананың ішіне кіріп көріңдер, ол жерде иісі да басқа, қиын жұмысы. Алатыны 150 000 теңге, енді мына жақта қазір айыпты болатын болса, әкімшілік дейсіз, е? Жоқ, әкімшілік ол жерде ешкім қылмысқа неге тарта алмайды. Қылмыс демейсіз. Лауазымды
қызметкер болу керек. Бұл сіздің пікіріңіз, ал заң не дейді екен? Басшылардың бәрі санитарға итермелеп отыр да. Түбінде бір шыбын өледі деген сияқты болып қалған жоқ па негізінде? Кімге бекітілген сол жауапкершілікке тартылу керек. Бұл жерде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 371 бабы, яғни салғырттық деген жаза неғылады, қарастырылған. Қандай да бір мемлекеттік қызметкердің, лауазымды тұлғаның жауапкершілікке тартылады, ол жерде бар. Заңда көрсетілген, нақты көрсетілген. Дұрыс. Енді оны берген кезде жаңағындай құжаттарын рәсімдеген кезде көріну керек қой, әкесі ма, шешесі ма, кім, қандай туыстық қатынасы бар деген сияқты. Оның бәрін тексертілмеген, сондықтан бұл жерде мен біріншіден салғырттық деп есептеймін. Санитарның? Әлде бүкіл ұжымның? Ұжымның деп те есептеймін. Өйткені балық басынан шіриді дейді, ол қадағалау болмаған, жаңағындай тексерістер жүрмейді, постоянно. Рәсімдер бәлкім дұрыс жазылмаған шығар. Олардың салғырттығының себебінен мына кісі мысалы қаншама қиындық көріп отыр. Егер ертең күні сол сәбиді тапқан күнде де оны уже жерлеп тастаған, эксгумация жасайды. Қаншама ол психологиялық жарайды, бұл материалдық шығынды былай қоя тұрайық, бұл жерде психологиялық тұрғыда қаншама стресс бұл кісілерде, моральный. Баланы қайтадан қазып алып, басқа жерге Айжан ханым, ал сіз барған кезде сіздің енді балаңыздың мүрдесі жоқ екен, мынаны ала салыңызшы деген сияқты? Жоқ, мұндай болмады. Ол да жоқ па? Яғни басқа мүрде жоқ, иә? Сіз барған кезде негізінде 2 баланың біз қайтыс болған түсініп жатырмыз, бірақ тек сіздің балаңыздың ғана мүрдесі болған. Кім бірінші келді, сол алып кеткен. Тағы да сол журналдағы деректерге оралатын болса, қазір біз кінә тағып жатқан маман санитар Тұяқова ханым болып тұр. Ол кісіні біз іздеп тауып, басты сұрақтарымызды қойған едік, өйткені тек сол кісі ғана ақиқатты біледі. Экранға назар аударсақ. Бұл шу шыққан мәйітхананың ішкі көрінісі астарлы ақиқат тілшісіне мәйіт сақтау бөліміне кіруге мүмкіндік туды. Қанға толы қараңғы бөлмені елестетіп едік, алайда іші мұнтаздай кең кабинетке кірдік. Мұндағы ауа температурасы да тұрақты. Қақ ортада орналасқан мына темір төсекке өлген адамды орналастырып, тәніне сараптама жасалынатын көрінеді. Артынша мүрде көлемі әртүрлі 3 мұздатқыштың бірінде, жақындары алып кеткенше сақталады. 10 қыркүйек күні баланың мәйітін қабылдап алған тазалықшы әрі кіші қызметкер Тұяқова барлығын әдеттегідей жасадым дейді. Облыстық балалар ауруханасынан Панабек Аяла деген бала түсті. Ол баланы осы столда қабылдадым. Тексеру жұмысын орындап болғаннан кейін біз мәйітті тігіп, жуындырып, жаңағы холодильникке әкеліп салуымыз керек. Оны ата-анасы кеп тұрым дегеннен кейін мен бірден орап бердім. 2 ер жігіт келді, біреуі әкесімін деді. Әкесімін деп айтты, мен мынандай бала, детский больницадан түскен, мынандай деп, баланың биркасын бәрін көрсеттім, орап беретін кезде түрін көрсеттім. Қайтыс болған адамның данныйында туысқандары, әкесінің аты, шешесінің аты жазылады ма? Направлениемен келеді ғой, историясының бетімен келеді ғой бізге. Историясының бетімен келеді, иә. түсініктім. Ол жерде әкесінің, шешесінің аты жөндері бар ғой, иә? Бар шығар мұнда несінде? Неліктен? Сіз мәйітті қабылдап және беретін адамсыз ғой. Енді ол әкесімін деп келіп тұр ғой. Мен әкесімін деп. Құжат ретінде мен паспортын көрдім. Баланың қолындағы несін көрсетеміз, биркасын. Ауруханадан жазылып келген биркасын ата-анасынан беретін кезде. Соның бәрін көрсетіп тұр ғой, мен жұмысымда дұрыс атқарып тұрмын бұл жерде. Сол ол жігіттердің жаңағы өздерінің бұл жерге келгендегі несі маған зиян тиіп тұр ғой. Я мына жерде былай баланы ашып, орайтын дайындап қойған, баланы салып, сонымен көрсеттім. Ата-анасы келіп тұр, сіздер ұқсап мінеке. Мінеке, жаңа 2 жігіт қой енді. Баланы полностью көрсетейін ба, әлде жүзін ғана көрсетейін ба? Сонымен жүзін көрсеттім. Несін қағазын көрсеттім, несін жаңа биркасын қасында. Сосын көріп болғаннан кейін, я көрдім, бәрі дұрыс. Сонымен орап бердім баланы. Мына кісі өзі не алайқап жатырмыз, иә, жауапты. Жағдай болып кеткен ғой. Келеді, әкесімін дейді, бере салады. Ол кісінің өзі не ана өмірде емес, не мына өмірде емес, бір ауада жүзіп жүрген. Сауатсыз кісілер ғой, бұлардың бір образованиесінің керегі жоқ қой бұл жұмыс. Онда лауазымы бар адам қою керек. Қалай ол кісінің лауазымы жоқ деп, сондай ең маңызды жұмыс қой, ол өлген адамды қабылдап алу және тапсыру. Түсіндім, бірақ ол жерге білім бар адам, диплом бар адам барып санитар болып істей ме? Иә, мүмкін қателескен бар.
бірақ енді оған біраз да түсіну керекпіз. Өйткені шешілмеген проблемалар осы күнге дейін Минздравда да бар, Минюста бар, осы мәйітханалардың жұмысы бойынша. Тахир мырза. Бірақ енді әрбір жағдай сол бір шиеленісті шешу үшін біз қолдануымыз керек қой. Айжан ханымның тағдыры, яғни осы бір үлкен проблеманың бізге бетін ашып жатыр. Яғни мәйітті тапсыру, оны қабылдау рәсімінде өзгерістер керек деген сөз түбінде. Өйткені санитар ханым мына жақта да айтып жатыр. Басты сұрақ қойылды, иә? Мәйіттің, баланың сол дүниеге келген әкесі мен анасының есімі жазылған беді деп. Ол сұраққа нақты жауап берілген жоқ. Көріп тұрмыз ғой, әрең сөйлеп тұр ол бишара кісі. Яғни бирка деп айттыңыз. Биркада негізінде мына бала туылған кезде бәріміз білеміз, перзентханада анасының аты жөні жазылады. Бірақ бұл жерде басқаша жағдай. Бала 4 ай бойы өмір үшін күрескен. Яғни оның өзінің аты да, жөні де, иіні де бәрі болған, ол адам болып біз тіркелді. Сондықтан анасының аты жөні жазылмаған болып тұр ғой. Содан ба? Баланың өзінің аты жөні жазылады уже. Аты жөні бар ғой. Иә, бар. Енді сол жазылады, аты жөні жазылады. Фамилиясымен түсті, сонымен тіркелді. Мәйіт карталарында баланың фамилиясы аты жөні Яғни қараңыздар, яғни мәйітті алып кетуге келген әлгі 2 жігітке мынау баланың аты бар, жөні бар, сіздің балаларыңыз ба деген сұрақ қойылмаған болу керек. Жоқ, назарсыз болған ғой, назарсыз беріліп. Ой, ақтаудың қажеті жоқ. Қазір сіз отырсыз да, ондай болады деп. Мына жерде болмайды ғой, ол бала кішкентай қайғырып отырған ана қанша ай сол баланың құрсағында көтерді. Жұмыс процестерінде жауапкершіліктен келіп жауапкершілігі бар үстіде үлкен адам отырады. Ол қазір бас дәрігер болып. Біз 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Қателіктер жіберіп қоятын заман емес қазір. Өйткені сіз айттыңыз, ол адам 100-150 мың алады, оның образование жоқ дегенде ақтаватсыз. Бірақ оған образование расында керек емес. Басындағы адам пошаговый действияларды жазып берсе, мынаны аласың, берген кезде қолын қойдырасың, свидетельство о браке ата-анасы екенін сол құжатын көрсетесің, сосын бересің. И бұл жерде санитарка деді ғой, ол емес, оның үстіндегісі и түбінде анау жаққа төбеге бар. Бұл процесстерді бәрі систематизировать етіп, цифровать етіп, орын-орынмен пошагово, анау кайдзен сияқты қылып қойып. Мен ақтап атқан жоқ, бірақ күнде болып тұрған жағдай емес қой енді. Адам баласы қателесуі мүмкін. Оны ешкім жоққа шығарып. Жоқ, ол сізден мына бір көріністі қоясаңыз, екінші жоғалған бала қайда деп та. Ол мысалы жабық не екен? Мысалы да ғимаратта келіп, енді Алла сақтасын, бірдеңке келіп жеп кетті, болмаса бірдеңке келіп алып кетті деп айта алмайсың, бәрі жабық тұрды. Сонда екінші баланың мәйіті келіп түспеген ба? Жоқ, әлде ол қалай жоқ болып кетеді? Неге түспеді? Жоғалып кетті, кім айтты жоғалып кетті? Мекеменің ішінде жатыр емес пе? Жоқ қой, екінші мәйіт жоқ деп отыр ғой, міне. Екінші мәйіт бар болса, жоқ деп отыр ғой. Менің мәйітім, менің баламның мәйіті жоқ. Жоқ, ана екінші баланың мәйітханаға кірген кезде 4 баланың денесі жатыр сол жерде. Бар. Барлық жерде төл құжатсыз, ешқандай ондай ол адамның мәйіті түгілі бір затты бермейді негізінде. Бұл неге мынандай салғырттыққа барып отыр? Ол ауылдық, бұл ауылдық па, облыстық па жаңағы жер өзі? Облыстық қой. Облыстық, міне облыстық деңгейдің өзінде ол надандыққа түсіп кетті деп айтуға болады. Ол неліктен? Жаңағы басшыдан қадағалау жоқ. Ана мәйітке қалай болса солай қарау, кешіріңіз, ол жаңағы айтқан шыбын құрлы көрмей тұр. Тахир мырза, мынандай сұрақ, сол жердегі жаңағы санитаркалар күніне қанша мәйітті тігеді, жуады, оны жаңағы дайындап ата-аналарына береді, и олар күнделікті өлім көреді. Мен мысалы 10 жыл бойы АО Алель-Аграда забойный цехте сол жерде забойщиктерді контролировать ететімін. И олар күнімен таңертең кешке дейін бисмилля Аллаху акбар деп тауықтарды 100-120 мың тауық сояды. И олар өлім көреді. Бірақ құстың өлімін көреді. Жұмыс біткеннен кейін көздеріне қарасаң, ана көздері стекло болып тұрады ғой. И олармен психоэмоциональный жұмыс істеу керек болатын. Өйткені олар өлімді қайта-қайта көре бергеннен кейін мына жүрек қатаяды. Бұл адамдар, көріп атқан адамдармен психологически, бір эмоциональный жұмыстар жүргізе ме? Мамандар олармен жұмыс істей ме? Әлде уже олар адам емес, тас болып қалған ба? Бала келді, адам емес, тікті істейтін істеді, беріп жіберді деген. Кәсіби деформация туралы айтып жатырмыз. Ондай жағдайлар енді әлі жоқ,
бірақ керек. Психологиялық көмек. Соны қолға алу керек сияқты, психологиялық поддержка. Өзіңіз айтыңызшы, міне. Нашар адамды істемейді ғой жерде. Істемейді жерде, тұрақты жұмыс істемейді. Біз зерттеуімізді жалғастырайық. Сонымен тақырыпқа оралатын болсақ, санитар ханымның айтуы бойынша 2 жігіт Айжанның қызын алып кеткен. Біз сол кісілердің тұлғасын идентификациялап ізіне түстік. Экранға назар аударсақ. Мәйіттерді тіркеу кітапшасында көрсетілген есімді азаматты іздеуге кірістік. Телефон арқылы қоңырау соққанымызда ол болған жайтқа қатысты қандай да бір түсінік беруге үзілді кесілді қарсылық танытты. Артынша журналдағы Панабек Аяна деген қатарда қалайша өз атының көрсетілгенін баяндап бейне жазба жіберді. Кісінің мән жайы бойынша болсаңшы, мән жайы бойынша қысқаша айтып беріңізші, жаңағы врачтардың несіне байланысты. Сіз келдіңіз, қолыңыздағы құжатты көрсеттіңіз жаңағы полиция қызметіне. Көрсеткен жоқпын. Кеше шетіне беттен. Айдыңыз. Күте тұрды, іште жұмыс істеп жатыр. Сосын дайынымызды сыртта 2 сағат отырмыз. Қасында баласым бар, екеуміз отырып 2 сағаттай тағы ордық есікті ғана ашты, 20 минут күте тұрыңдар. Жаңағы кісі, жаңағы? Жаңағы кісі. Сосын мақұл 20 минуттан шақырды. Ішке келдік, баланы көресіңдер ме? Көрейік дедік. Көрсетті. Соның көбіне жерге журналға жазды. Журналын 2 бет бет ашып, мына бетінде ат жөнін жазып, мына жағына жазып отқасын. Мына жағына айын. Неға қол қоясын деп айтты ма сізге өзі? Өзі жазды, сол жерге? Иініңізді, басқаныңызды бәрін. Сіз тек қана қол қоятын кезде ғана барыңыз, қол қойыңыз болды. Иін еш нәрсе жазған жоқсыз. Сізге баланың аты жөнін сұрады ма сізден? Еш нәрсе сұраған жоқ, өзі толтырып қойды. Сіз келдіңіз, қол қойдыңыз да баланы алдыңызға кеттіңіз. Басқа еш нәрсе болған жоқ. Баланың аяғында бирка еш нәрсе болған жоқ па? Аяқ жағын ашық жоқ, бет жағын ашық ораған ба? Бирка еш нәрсе жоқ, опознавать. Түсінгенімізше бұл азаматтың нәрестесі де оқиғадан 1 күн бұрын шетінеген. Іште жатып қайтыс болған баласының мүрдесін жерлеу үшін мәйітханаға келген әке басқаның қызын алып кеткенін тек полициядан естіпті. Ал шатасқан шақалақтың анасы сәбиінің өлі туылғанын білген бойда күйеуіне хабар берген. Отадан соң еш жей үлгермеген ол мұндай былықтың болғанынан мүлде бейхабар болып шықты. Ішім қозғалады деймін, бүйтіп бүлкілдеп жүре берген, ішім бірдеңеге босап кеткен екен. Үлкен кішкентай марасы өзім әрең туған, 12 жас. Үйде жүрмін кішкентай. Маған аппақ бала қоя деген. Атым да жоқ қой ол жерде, немен естимін оны жерде. Енді сіздің атыңызда ғой бала қазір. Бала менің атымда. Бірақ енді кешірім мен. Больницада мен туға салып мен ертесіне барып моргке барған жоқ шығар. Бұл жерде тікелей салғырттық болып тұр деп есептеймін. Өйткені жаңағы кісі бұлар да қайғы жұтып өзінің баласын көрмеген әлі. Көрмеген баланы алып кетуге келіп көрсетті дейді. Енді олар да түсінбейді, олар күнде шақалақтың өлімін күнде көріп жатқан жоқ қой. Көрді, алып кетті. 2 сағат 20 минут дейді, сыртта күттік дейді. Олардың ешкім жағасынан алған жоқ, асықтырған жоқ ешкім. 2 сағат 20 минут сыртта күттік деп отыр. Олар асықпай жаңағы рәсімдейтін нәрсесін рәсімдеп, жуындырып, орап, тіркеп, аты жөнін жаңағыдай. Бірақ көру керек еді. Яғни, екінші отбасы 8 айлық баласынан айырылып отыр. Яғни, ол бала іште шетінеп кеткен ананың. Одан кейін ол өзінің баласын көрмеген, көргісі де келмеген болу керек. Енді оның психоэмоционалдық жағдайын білмейміз. Сондықтан да әкесі барып алған. Ал Аяна дүниеге 6 айлық болып келді, бірақ 4 ай өмір сүре алды. Сонда сол 2 баланы салыстыратын болсақ, 8 айлық жаңадан туылған, 6 айлығында туылған, 4 ай өмір сүрген. Былайша айтқанда енді... Кейде бұлай жағдай болады, 1-2 жастағы мен қарап алыс неға болады. Енді 4 айлықпен 0 айлық қой, туылғанмен, бірақ бала ауру болды ғой. Масы да, салмақты да жақсы көбейтпеген, алмаған екен. Жарайды, қанша келі туылған кезінде? 740 грамм болып туылды. 700 грамм бала туылған. Көрдіңіз бе? Ол 700 ол жерде ата-аналардың тәжірибелері де жоқ қой. 4 ай тырысқан. Соңында 1 килограмм 800 болған бала. Мәйітханаға барған кезде 1 килограмм 800 болған. 8 айлық баланың салмағын біз білмейміз. 8 айлық баланың
Оны Ол да бір- тудыртқан ғой, негізі, солай ма? Жоқ, олар сегізан, ол несі де 2-2,5 килодан аспайды ғой бәрібір. 2 килограммның шамасында болады. Яғни шетнегеннен кейін тудыртып алады ғой, Іште шетнесе де тудыртып ала ма? Примерно бірдей болады екеуінің бұл жағдайда. Көрін көруге зар. Қызылорда облысының тұрғыны Айжан Артықбай қызы бақи болған баласының денесін таппай дал. Сөзіне сенсек, шақалағының мүрдесін мәйітхана қызметкерлері жоғалтқан. Патологоанатомиялық бюро мамандары сәбидің денесін әкесіне бердік. Тексеріп түрін көрмегеніне кінәміз жоқ дейді. Жасқа толмаған жас сәбиді жылдам жерлеген кімдер? Бұл былық жайлы бас көтерген заңгер не дейді? Бүгін бірге білеміз. Таң қалып отқан кешіріңіздер, сол организацияның басшыларына, кішкентай нәресте әлі жатыр ғой енді сол жақта. Жаңағы алып кеткен әкеші енді полициядан естіп тұрса, ана жаңағы нәресте әлі сол моргте жатса, басшылар не істеп жүр, мен түсінбеймін. Сонда олар жаңағы отчетность деген жоқ па? Мына бала кімдікі деп іздемей ма сонда? Сіздің сұрағыңызға жауап беру үшін жалпы басшыларға қазір тағылатын айып қандай немесе міндеттемелер? Азамат Талғат оны студиямызға шақырғым келіп жатыр. Осы істі қолға алған білікті адвокат. Азамат, сәлеметсіз бе? Саламатсыздар. Осы істі қолға алып, біздің тілшілерімізбен бірге тергеуге өзіңіз атсалыстыңыз. Айтыңызшы, басшылық тарапынан сіз кінәні көріп жатырсыз ба, әлде бұл істе тек санитар ғана айыпты ма? Сол көмек тастаған бала әкімнің ба, министрдің ба, или же бір элементарный ДВД-ның бір замның баласы болсыншы, бүкіл бастығымен қоса қамыт тастайды. А бұл кісілер простой кісі болғаннан кейін, қазалың кісілер болғаннан кейін, олар хотели тихо, мирно все закрыть. Вот в чем причина. Азамат, айтыңызшы, енді қараңыз. Мәйітті алып кеткен деген азамат, біз оны қазір видеода көрдік. Менің түсінгенім бойынша ол баланы алғанда сол мезетте мынау жерлеуге бір тырысқан секілді. Жерлеп тастаған ғой ол. Қанша уақыт аралығында? Бұл жердегі жаңа айтып отырсыз ғой, постоянно бізде практикада кездеседі, постоянно практикада шатасып кету кездеседі, бірақ постоянно практикада мен ойымша кездеспейтін сияқты, барып, көмек тастап, сосын барып 6 сағаттан кейін сол баланы барып, и то Құран оқып сыртынан шығарып тастаған баланы қазып алған, ондай практикада кездеспейтін сияқты, мен ойымша. Міне мынау бейіттің басын. Қашан таптыңыздар? Қашан көрдіңіздер? Енді қараңыз, почти 5 сағатта іздедік қой, 5 сағат па, 6 сағатта іздедік. Кешке жақын көріп отырсыздар, кешке жақын ғана таптық ол нені, мәйітті көмек тастаған. Сөйтіп біз барған кезде уже мәйітті шығарып, жерден қазып алған екен анау кісі. Тағы да бір видеоға назар аударуларыңызды сұраймын, өйткені осы мырзаның жанында тағы да бір азаматтың болғанын білеміз. Ол осы оқиға жөнінде бізге қандай ақиқатты айтар екен? 11-дің кезінде маған жаңағы деген кісі хабарласты. Осындай Арман, осындай баланы алып, азан шақырып, ауылда молда бар ма, жерлейік деді, азан шақырып, атын қойып. Сонымен мәйітханаға бардық. Мәйітханада барған кезде алдымнан бір үлкен апа шықты, мынандай фартук киіп алған. Сол кісі айтты, как күте тұрыңдар, жарты сағат деді. Жарты сағаттан кейін ол кісі шықты да, кімге келіп тұрсыздар деді, осында деп айттық. Мына кісінің атын айттым енді мен. Ол мына кісінің інісімін ғой. Ол кісінің баласын алып кетейін деп, шетінеп кеткен бала деп айттық. Ұл бала деген әңгіме болған жоқ, бірақ шетінеп кеткен бала деп айттық. Сонымен тұрды да, осындай қағаз жазып алып. Сонымен бізге баланы бүйтіп орап тастаған да, басын, денесін бәрін орап тастаған, тек бетін ашып қойған. Сөйтіп осы бала деді да, екі көзін бүйтіп қолымен жұмды да, орап беріп жіберді қолымызға. Жоқ, ешқандай құжат сұраған жоқ бізде. Жоқ, ешқандай сұраған жоқ. Маған кім боласың деді, мен ағасымын дедім. Ат қойылмаған ғой, ол шетінеп кеткен бала ат қойылмайды ғой. Жаңа біздің әпкеміздің баласы ішінде жатып шетінеп кеткен ғой. Сонымен біз оны ауылға алып бардық. Ауылда молда бар. Сол кісіге Талсуат қой. Осы Қызылордадан бір 10-15 километр жерде. Молдаға бардық. Есім қойдық, азан шақырдық. Сөйтіп апарып жерлеп болғаннан кейін, мен өзім қазып алдым. Сәл жездем қасымда тұрды. Мен өзім қаздым қолыммен. Қазында ішіне түсіп, жаңағы кішкентай бөпені алып бердім. Өзіміздің баламыз көміп тастады. Енді бұл кісілерді айыптай алмаймыз, өйткені ол баланы ешқашан көрмеген ғой.
жұмыскердің салғырттығы, Жоқ, бұл олардың жерде тек өздерінің қана- соған қалыптасып кеткендігі, оның барлығы бұл Енді- әрине заңға қайшы. Жоқ, Соны қараңызшы. біз айтып отырмыз негізінде. Сонымен облыстық денсаулық сақтау департаментінен біз нені талап етеміз түбінде? Жоқ, бізде 22-92 не бар ғой, бұйрық бар ғой, сияқта барлығы көрсетілген журналда не жазылу керек, қалай жазылу керек. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау туралы кодекс бар, ол жерде көрсетілген. Бұл жерде тек қана жаңағы санитар врачты кінәлап, тек қана осы жаман деп айтуға болмайды. Бұл жерде толығымен жаңа айтып отырсыздар ғой, балық басынан шірейді деп. Бұл жерде басшылық құрам. Және де біз осы Қазақстан Республикасының элементарный осы именно сферадағы контрольдің жоқтығы. Неге? Себебі бір адамға, бір санитарға пол жууды да, адам жууды да, оны кесу де, қасына жату да, оны барып өткізу де бәрін бір адамға жүктеп қойған. И еще жаңағындай зарплата 100 000 теңге ма, 150 000 теңге ма. И мы еще просим сверхъестественного. Ол нәрсе дұрыс емес қой. Элементарно біз кеше барған кезде заңгермін дейді, заңгері жүр. Элементарно вопростарға жауап бере алмайды. Санитардың несіне не кіреді, міндетіне не кіреді? Сіз заңгерсіз ғой, айтсаңызшы осы жердегі. Мен білмеймін, жауап бере алмаймын. Басшы келсін дейді. Сондағы бұл жердегі я заңгері де, я жаңағы ішіндегі сотрудниктері де ешкім білмейді, жауап бере алмайды. Денсаулық сақтау департаментінің мамандары бұл іс бойынша қандай ой пікір білдірер екен? Жан айқайына Айжанның құлақ асар ма? Жауабын тыңдасақ. Мәселе орын алған білеміз сол күннен бастап. Енді бұл 1 жасқа дейінгі сәби өлімі орын алғаннан кейін ол денсаулық кодексіне сәйкес міндетті түрде жаңағы мәйітті тексеруге жіберіледі. Сол кезде осы жағдай орын алып отыр. Енді қазіргі таңда тексеріс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оған дейін жаңағы қызметкерге байланысты жұмысынан шеттетілді және именно сол патологоанатомиялық бюроның басшысына бүгінгі таңда басқарма басшысымен тәртіптік шара қолданылды. Енді жіті біздің назарымызда болады басқарманың. Құзыретті органдарда өздерінің тексерістерін бүгінгі таңда жүргізіп жатыр. Процесс ол любой нәрсені науқас болсын, бала жаңағы мәйіт болсын, ол жерде идентификация деген құжат арқылы жүргізіледі. Енді бұл жерде ол шатастырып алып кеткен адам өзін растап, мен осы баланың менің балам деп алып кеткен болып тұр. Енді ол жерде жаңағы әлде тексеріс жұмыстар жүргізіліп, түсініктемелері алынып жатыр. Негізі енді идентификациялау процедурасы бойынша қателік кеткен осы бюроның қызметкерінің арқасында. Жаңа кодекс айтып отыр ғой, 1 жасқа толмаған бала қайтыс болған жағдайда оны тексереді, яғни кеседі деп. Ал қайтыс болған бала, то есть жаңағы еркектің несі, ол іштей шетінеп кеткен, ол кесуге жатпайды. Жоқ, жатпайды деді. Жатады, жазылып тұрған. Жаңағы бала, ер бала әкелінді ма деді ішке. Ол әкелінген жоқ деді. Ол қайықта әлі жаңағы ауруханада деді. Ол кесілуге жата ма деді. Жоқ, ол кесілмейтін бала ғой деді. Ішкі істер департаментінің осы мәселе бойынша берген жауабын тыңдайықшы, өйткені шын мәнінде азаматтың айтып жатқан әңгімесінде үлкен астар бар. Сонымен полиция не анықтап білген екен? Қызылорда облысының тұрғынының хабарламасына сәйкес аталған дерек қазіргі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 371 бабының 1 бөлігімен қылмыстық іс тіркелген. Яғни бұл жерде мемлекеттік қызметкерлердің немесе соған теңестірілген уәкілетті адамдардың барлығының салғырттық, яғни өзінің қызметтерін тиісінше орындамауының салдарынан келген залалға сәйкес қылмыстық іс тіркелген. Осыған сәйкесінше тиісті сараптамалар тағайындалып, қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Тергеу амалдары жүргізілуде. Нақтысын айтқан жоқ. Сонымен тағы да азамат оралатын болсақ, сенің айтуың бойынша шетінеген баланы кесілуге жатпайды деп айтты. Оны жаңағы басшысын өзі айтты. Айтыңызшы, жалпы мынау вскрытияға рұқсат берілу керек пе? 500 граммның жоғарысы ішіне шетінеп кетсе де, бәріне міндетті түрде зерттеу керек. 500 граммның жоғарыны. Ол заңмен, бекітілген. Оған мысалға ата-ананың рұқсаты керек емес, тіпті қарсы болса да жасайды. Оған ешкім араласа алмайды. 1 жасқа дейін, сосын материнская смерть дейді, аналардың өлімі, олар бәрі 100% міндетті түрде зерттелу керек. Айжан ханым, сізден сұрауға болады ма? Жалпы қазір сәбиіңізді жерледіңіз ғой? Иә. Десек те, мынау жүрегіңізде бір кінәлі сезім бар болып тұр ма? Менің бөпешім осындай бір тіпті өлгеннен кейінде тыныштық таппады, қорланды деп. Сондықтан сіз жанайқайыңызды қоғамға жеткізуді жөн деп көрдіңіз бе? Бірақ Айжан, сіз жассыз. Құдай қаласа сіз тағы да Алла бұйыртсын. Құдай қаласа құрсақ көтеріп тағы да ана болуды сізге нәсіп етсін. Бірақ бұл сезім, мынау жүректегі, сіздің көңіліңіздегі
өміріңізге бір кедергі келтіріп қоймай ма деген менде алаң бар. Сондықтан да психологтарға да сөз берсек, кеңесі осы тұста маңызды болар. Тағы да қайталаймын, сіз жассыз, сіз бақытты болуға лайықсыз, сіз керемет ана боласыз. Мен сенемін, мен білем оны, және Алладан тілеймін соны. Жалпы Дина ханым, барлық нәрсе өмірде жайдан жай болмайды. Әрине, ешкім саналы түрде өмірінің болмаса мұндай қайғыны қаламайды. Дегенмен мен сізбен осындай жағдай тағы да болашағыңызда қайталанбас үшін сізге көмектесуге дайынмын. Рахмет. Айжан ханым, Азамат, айтыңыздаршы, жалпы алдарыңызға келді ме әлгі басшылар? Кешірім сұрап, енді білмеймін, енді адами фактор десек. Осы оқиға орын алғаннан кейін телевидение келді ғой. Ертеңгісіне барған екен, жаңағы нелері, туысқандары, по-моему, санитар врачтың несі, туысқандары барған екен. Яғни жаңағы Айжан ханым, өзіңіз айтап өтесіз бе? Ұрыс шығарған ба, айқай шығарған ба, сондай нәрсе болған. Тіпті солай ма? Бір параққа санитар врач деп айтпаңдар. Санитар ол санитар, врач деген бар. Санитар. Санитар, да. Сол санитардың туысқандары келген, біз ол итак күнін көре алмай жүрген әйел, не істеп отырсыңдар, бүйтіп отырсыңдар деп айқай шығарып, бір қағазды столға қойып, маған жаңағы отказный жазып беріңдер, сендерді қарғаймыз, сілейміз, жаңағы енді ауыр сөздер айтып кеткен. Айжан, расында солай ма? Иә. Бір параққа кешірдім деп жазып бер деп солай деді маған. Талап етті. Талап етті. Кешіріміңді бір параққа жазып бер деді маған. Өкініш сезім болмай тұр ғой кісілерде. Өкініш көрген жоқсыз жүрегінде. Кешіре салсаңдар болады ғой деп есіктен. Өлгенмен өлмек жоқ, бізде сол өлген адамда жауапкершілік жоқ қой. Енді бұл жерде жаңағы аурухананың қызметкерлері жауапқа тарту міндетті түрде болу керек. Өлі разы болмай, тірі байымайды дейді. Сондықтан да біз тергеудің әділ өтуін талап етеміз. Ал бастысы, Айжан ханым, енді өзіңізді қолға алыңыз, белді бекем буыңыз, періштеңіз сізге алғысын жаудырып жатқан болар төбеден. Аяла үшін, сіз енді өмір үшін атсалысуға міндеттісіз. Бұл түңілген тұста балаларынан айырылған бейқам аналарға да, жұмысына жауапсыз болды деген мамандарға да оңай емес. Өз өмірін өлікпен өткеретіндерге өнімді табыс беріп, кәсіптегі деформациядан сақтау үшін көңіл керек екенін де ұмытпайық. Бастысы, жақсылыққа жақ болайық, селқостықтан сақ болайық.